Бүгін Русияда нефбетеки махкеме отырышындан сон Арби СРД нәжелерінің ақырабалары қайтып келді. 43 адам аман-аман бір вагон. Бұды нәжелерінің аналары, апайлары, баллары ве туғанлары. Олар ясыр әтілген туғанларынан ilk сеферлав етіп, оларны құчақлап олғанлары қында білдірелер. Evvel böyle gibi imkan asla olmağanıda soy soplar diplomatlar ненде көрішкенлер денежделеріні алып evге қайтмаға umut ettiler. Июльнің 15-інде Украин денежделеріні денішу жедвеліне қоштылар, амма бұна бақмадан 2 күн sonra Лефортов махкемесі денежделерінің апис мұддетіні да 3 айға ұзатты. Всі хочуть додому. Эпысы пек-пек evге қайтмаға істейлері. Махкеме залында бір-бірімізге бір қач сөз айтып болдық. Сағылғанлары қында айттылар, біз ісе кері қайта жақларыны беклегенімізні айттық. Багато вони получали листів. Оғылым әркеске миннедарлық білдірем. Оларға пек чоқ мектуб Украинадан әмді мемлекет тышындан келді. Әркеске жевап біле бермеге етіштірмейлер. Базалары күнде 85 шер мектуб язды. І передавали всім. Әркеске селямлар сөйледілер. Дестек үшін тешекерлер білдірділер. Украина ве бұтын дүния азат етілівлері оғырында көрешкені үшін. Олар рухтан тушмей, машала, олар бізім қараманларымыз.